Bауырлары бас қосып, шықылықтаған дауыстарыңнан айналдым. Ай, айналайындар ая. Ертеңгі күнді де ойлау керек. Өздерің сияқты тәп-тәтті, әдемі бір қызық түс көріңдер. Ұйықтаймыз. Жарайды, ата. Міне, болды. Давайте ойнайық. Bunun ağrı şıday olmayım. Мен де. Атака, тексереді ғой? Тексере берсін. Ал қыздар неге істемейді? Қыздарды жаман жерге кіргізгеніміз ұят қой. Сен кішкентай болып ұят туралы айта бермеш. Өздерің біліңдер, атаның таяғының дәмі ащы болады. Кеттік, Дамир. Папалар бізді осы үшін тасып кеткен ол. Осы қиындықтан құтылғың келе ма? Енді мұнан қорлық қой? Білмеймін, ойлану керек. Сен мен біргесің ба, братчика? Конечно, братан. Онда маған уақыт бер. Іске кірісетін кезде өзім хабарын беремін. Окей, қазір қойрақ кіреміз ба? Кірмесек болмайын деп тұр ғой. Нұрка адам қорқып қойды ғой. Таяғы ащы деп. Ащы еш нәрсе жегім кеп тұрған жоқ. Кеттік онда. Қалада рахат, Примерно осы уақытқа шейін ұйықтайсың. Оның несі рахат? Зато ұйқыңғанып жүреді ғой. Атам айтатын, күн шыққан соң ұйықтаудың пайдасы жоқ. Күнмен таласып ұйықтасаң, кедей боласың дейтін. Сендердің ұяла алмай жүргендерің содан шығар. Мәлендер де солай ұйықтайды. Олардың үйлері бар, машиналары да жаңа. Мен су шашып болдым, сыпыра беріңдер. Біз жақында үй аламыз. Кім айтты оны? Папам айтты, жақында үй аламыз, жаңа машина да болады деді. Сосын біз бақытты өмір сүреміз. Құттықтаймын, көріндік алып барамыз. Мұрат! Не болды? Мұрат бар ма? Жұмыс істеп жатыр, не істейсің оны? Марал, сен осы Асқан танисың ба? Танысам не бопты? Жай, Айтса енді. Асқа бар ғой, сендер 20 минуттан кейін ана жақта қырға шақырды. Қорықпайдан үйін тұсында ше? Онда Болды, біз барамыз, күтіңдер. жарайды. Неге олай дедің? Бірінші жігіттермен ақылдасып болмадық па? Мен өзім көндірем, кеттік. Қайқа? Сыпырмайсыңдар ма мына жерді? Жаным, сол сіңілім, сен сыпыраса ше, мен қазір қораға барам да келем. Мен бармаймын ба сонда? Қораға кіргім кеп тұр ма? Жоқ. Ген не дейсің? Мен өзім деген әрең дегенде баратым. Осы соңғы рет. Bir рет ақ істеймін. Бұдан кейін вообще істеймін. Ол жарайды. Барлен. Не істеп жүрсіңдер? Жұмыстарын бітіріп қойдыңдар ма? Кәмшат істеп жатыр. Өткендегі бала кеп кетті ғой. Қайсы бала?
Алиханче Асканын қасында жүретін. Пәштөнен пешкін ба? Дәл өзі. Не дейді? Короче, 15-20 минутта арғы қыр жақта разборкаға шақырып жатыр ғой, прикинь. Кеттік онда. Жайлап жылжи берейік. Ата не істейміз? Сол жерде қонбаймыз ғой. Барамызда шешіп келеміз проблеманы. Кеттік онда. Сен осы жерде қал. Ата бір бәле деп жатса осы жерде жүрген. Келеді деп айтасың. Менің үшін пысады ғой жалғыз өзім. Камшатпен бірге әңгіме айта тұр. Қырше! Данко, сөйлешші. Папа саған не деді? Көп нәрсе айтты ғой. Ағамды тыңда деді. Қырдан саған гүл әкеп береміз. Қырше, мен сендерге қызбын ба гүл сыйлайтын? Терген гүлдеріңді Камшатқа беріңдер. Давай, ешнәрсені бүлдіріп қойма. Базар жоқ. Артта тұрған қыздар да доп деп алама не? Ассалаумағалейкум. Танысып алайық. Бірінші Марлен болам. Азамат, бәрі аска дейді. Чотам. Чотам болғанда сендер стрелка ұйымдастырып тұрсыңдар ғой. Чотамды мен сендерге айтуым керек қой. Футбол ойнаймыз дегенсіңдер ма? Иә, ойнаймыз. Ачо сомненияң бар ма? Білмеймін. Ұтылып қалсаңдар орнына не бересіңдер? Біз ұтылмаймыз. Вдруг ұтылып қалсаңдар ше? Бір қозы орнына қоямыз. Қазір бір қозыға мысық түрін көрсетпейді ғой. Азамат, шлей бүйтіп кетпейтін шығарсың. Үйіңде тышқақ лағыңда жоқ қой. Сәлем супер көрермен. Өткен аптада Айгүл, Жансерік, Рамазан деген 3 бала біздің киностудияға түсуге жолдама ұтып алды. Сіздер де біздің киностудияға түсуге жолдама ала аласыздар. Ол үшін ата-анаңыз мынау WhatsApp-қа хабарласын, киноға түскің келеді деп. Және сонда көріскенше біз сіздерді киноға түсіреміз. Бір қыз бар маралды да қорланғайын. Ой, пырмаймын айттың балары қайда кеткен ая? Хай дегенменен қораны қанттай қып тазалап кетіпті. Марал! Ой, Данияр! Айттың балары қаяққа кетті я? Хей! Бәкем. Балалар қайда? Осы жерде жүрген. Ой, пырмай осы жерде. Қыршаға кетті деп айтсай. Болды, тоқтатыңдар. ғой ата. Тоқтатыңдар. Балалар қайда жүр? Анау жақтағы қырда. Қырда? Ол жақта не қылып жүр? Неге кетті? Не үшін кетті? Бар. Тезірек барып атам шақырып атырды. Барыңдар. Адассақшы ата. Ойбай, адасқан несі ойбай-ау? Ай, қырға баратын, қайтатын, баратын жалғыз-ақ жол. Бар, тезірек, әйтпесе бар ғой. Мен сағатыма қарап тұрам қазір. Аталарыңның ашы тайға күтіп тұрды. Бол! Кеттік. Біз уақ малыстаймыз ғой. Короче, ойнасаң ойна. Мен саған нормальный предложение беріп тұрмын. Келсе, қолыңда кел. Жарайды, қашан ойнаймыз? Оны өзім хабарын берем. Келістік. Мыналарың кім тағы? Сендерді атам тез шақырып жатыр. Әйтпесе аш таяғын үстке қосам деді. Тез жылжыр. Давай на связи. Тоқта, Камшат. Не болды? Біз жүгіріп келдік қой. Ар қарай солар жүгірсін. Біз асықпай ентігімізді басып қайтайық. Дұрыс айтасың. Бұдан бұлай үйден рұқсатсыз ешқайда шықпайсыңдар. Ана әке шешелерің келгенше сендерге мына мен жауаптымын. Ай, сендерге бір нәрсе болып қалса мен не істеймін, не болады? Ата, өзіміздің ауыл ғой. Кім теседі деп ойлайсыз? Өзіміздің ауыл ғой. Әрине, мен саған Горбачевтың ауылы деп тұрған жоқпын. Үйден рұқсатсыз ешқайда шықпасын деймін.
егерде бұдан бұлай бірде біреуің үйден рұқсатсыз шықсаңдар, міне мынау сендерді күтіп тұрған. Міне. Кәне, қолы бастарыңды жуасың, үсті бастарыңды тазалап, апаңның істеген түшкасын жеп тойып алыңда ұйықтаңдар. Марш! Я, халіге балалардың түшкасын бердің бе? Иә. Ішіп алып, түпкі бөлмеге кіріп кетті. Дұрыс болған екен. Өздері де бір сілейіп, қатып ұйықтайтын шығар. Бәрі де бүгін ерте тұрды ғой. Әй. Тым қатал емессің бе? Сәл жұмсақтау болсан қайтеді. Көңілдеріне қаяу түсіріп алам деп қорықпайсың ба? Қорықпа менің сары кемпірім. Мен де ойнап жүрген жоқпын. Қатал болсам, ертеңгі өмірдің соққысына дайындап жатырмын. Сол өмірден оқып жүргенше, мына менің қазіргі қаталығымды көресің. Жарайды. Тек жаманатты болып қалма деп жатқаным ғой. Ертең күн ана әке-шешесі сұрағанда ауылға бармаймын. Онда Тұрар, Жұпар деген екі фашист бар. Ауылға барсақ өміріміз өмір болмайды. Концлагерде жүргендей болдық деп жүрмесін. Ай кемпір, сен де әңгімені қатырасың. Өзі шай не өтсіздір ма? Жоқ, қайдағы бұзық. Бәрі дұрыс. Қазір апама берем. Ерболат қой. Алло. Апа? Ой, жарығым. Апа, қалайсыздар? Қайдасың? Аэропорттамыз. Аэропорт деген? Шайын деп жатырмыз. Әйтеуір аман есен шыққандарың дұрыс болар еді. Міне, әкең де сәлем айтып жатыр осында. Ай, айналайындарым. Аман барып сау қайтыңдар. Жол амандығын берсін. Біздің балалар қалай? Бұзып жүрген жоқ па? Балалар осында. Аман есен. Көңіл күйлері жақсы. Иә, жаңа ғана ыстық күнде дем алып жатыр, үйге кіріп кеткен еді. Жақсы айналайын. Ақ жол болсын. Міне. Бұлар менің бар ма телефон бізге жиі соғып тұру үшін? Ана бала шағасын осында кеп қою керек. Ай, жара, мен енді барып кішкене мызғы болайын. Иә, күнді шақшиып. Жарайды. Ал, далада көп жүремей, үйге кіріп салқында жатыңдар. Ойбай, Мынау инемді сабақтап бересің. Жарайды. Көзің көрмейді. Мұрат. Ау, ұйықтап қалдың ба? Жоқ, ұйықтама. Неге? Ата түскі уақыттарда қанша сағат ұйықтайды? Көп емес. Бір жарым сағаттай. Не болды? Сағат қанша болды? 2 болған шығар. Мұнда үйде төрттерде болуымыз керек. Қайға барамыз? Сен мыналардың бәрін оятшы. Осылай Марлен бастаған команда футболға дайындықты бастап кетті. Мақсаты Азаматтың командасын жер қылып ұту. Өздерінің оларға осал қарсылас емес екенін дәлелдеу. Ең алдымен қақпаға допты қалай түзу тебу керектігін, бір-біріне пасса қалай беру керектігін үйренді. Марал мен Кәусер кішкене әлсіздік танытса да, команда капитаны Марлен оларға демеуді аямады. Денесін қыздырды. 2 тайым бір қақпаның айналасына футбол ойнап та үлгерді. Қыздарға жалпы футбол ойынының базалық структурасын үйретті.
махаббат маза бермейді. Қош деп айттың, тағы да бірдеңе дедің. Ұйқым келмейді, махаббат маза бермейді. Мына әлемде... Жынсың ба, персің ба сен, а? Дамирмін, көке. Жай ғана ассалаумағалейкум деп амандаспайсың ба, адамның зәре құтын қашырмай? Кешіріңіз, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, кешірмеймін сені. Кешіресіз. Ал кешірімге не бересің? 5000. Жарайсың, молодец. Сен түріңе қарап тұрсам, біздің ауылдың баласына ұқсамайсың. Кімнің баласысың сен? Ертең айтайыншы. Бүгін ұмытып қалдың ба әкең атын? Бүгін айтуға болмайды. Молодец. Жол болсын. Сағаттың қанша болған айтшы беріңізші. Сағат примерно 3-тен 40 кетті. Футбольный поляға дейін жаяу барсам неше уақыт? Футболный алаңға дейін мына 5-ақ минутта жетесің. Мына жерде тұр. Рахмет, көке, сау болыңыз. Жарайды, сау бол. Мынау тегін бала емес. Әлде тегін ба? Әлде ешегімен қуып жетіп олайын ба? Не басымның піскені? Одан қайта малыма барайын. Анау тұрған қойларымды сүйдім. Ша! Кет, ешкім ерігім жүрген жоқ айналайын. Сағат 4:15 минут қалды. Жүре олыңыз. Мыналар не істеп отыр, а? Мұны срочно біздің капитанға жеткізу керек. Кәдімгідей жақсы тынап қаппын. Мыналар тағы не білдірейін деді. Сәлем, егер сен тура осындай киноларға түскің келсе, мынау WhatsApp нөмерге хабарлас.